keledi ne zulmat kuyumdadan. Elim aman bolsınşa, üyüm tamam. Mına sulu galamdı sakta, Kuday. Sol bolsınşa beredin, sayırmağan. Seni тұңғиық сыр жасырып өтіп жатыр бастанда дүние жалған. Дүние жалған. Шопан ата қозысын өргізген жер, ойсыл қара ботасын ергізген жер. Қамбар ата қолының ойнақтатып, сенгі бабам бұзауын емгізген жер. Қазығұрттың басында кеме қалған, ол әулие болмаса неге қалған? Сыр сандықтай сақтаумен келесің сен, келер заман өтіп тау нелер жалған. Dünya
Менің аты жөнім Байменов Асан Қалбайұлы. Үйімшіл елді мекенде туып өскенмін. Сол Үйімшілда мешітте азан айтамын, әрі майрамына әулиеде шырақшымын. Сұрастыра келгенде бұрынғы зиярат жолы Кемағалғанға зиярат жолы болған екен. Мынау Қазылық баурайының етек жағындағы Көзатадан басталып, келушілер Көзатаға зиярат етіп, одан бері қарай Ленгір тас жолы бойында Шілтерге келіп, Шілтерге зиярат етіп, беріде Аңгірата деген жер бар. Аңгіратада Дегірес, Аңгірата төбе бар. Сол жерде бұрынғы уақытта Аңгіратаның төбесін жұрттар зиярат етіп, Дегіресті айланып, қасында өзінің құдығы болған екен. Ол құдығын жылан күзетіп жатар екен. Кейінгі уақытта құлап белгісіз болып қалған. Одан бері келген Абай ауыл елді мекенінде асфальттың бойында Жетім бала деген бар. Аты Даулан дейді. Жетім бала әулие. Содан бері қарай шыққанбыз, бері Кемағалғанға қарай көрініп тұрады. Міне Кемағалған. Бері қарай шыққанда мына Сасбастау деген жер бар. Мына Сасбастауда тұрмыз біз, мынау көрініп тұр. Бұл жерде Қаралай бар өзінің. Бұл Қаралайдың емдік қасиеті, өз алдына емдік қасиеті бар. Оған түсіп, денеге жағып жатса. Бұның негізгі, бұл Сасбастауға келіп бұны атап тұрған себебіміз, бұрын Кемағалғанға, бұл Кемағалған бұрынғы аңыз бойынша айтады, кәдімгі екінші Мекке деп бұрын зияратқа келушілер осы Қазығұрттан, Сасбастаудан аттылысы келсе, жаяу түсіп, осы жерден ниет етіп, осы жерге Құранын оқып Сасбастауға алақанын жайып тілек тілер екен. Бұл жер бұрынғы уақытта маңлай қақпа болған екен, кіреберіс Кемағалғанға. Келушілер Қазығұртым береке құтым деп, кәдімгі ұран сөз болған, Қазығұртым береке құтым деп осы жерден табалды. Босаға аттағанда аттап өтіп, жоғарыға мынау Майрамына, алдымызда Майрама деген әулие бар, Майрамына, Жылысу. Қазір біз енді сол жерге барамыз. Біз міне мынау Майрамына әулие Жылысуның көзіне келіп тұрмыз. Мынау жерді қайнап шығып жатқан ол Майрамына Жылысуы еден қайнап шығып жатады. Қысы жазы бір қалыпта, бір жылда тұрады. Қысы жазы 36 градус бұның жылы. Сымайды да, сумайды да. Бұл судың Майрамына шежірек кітапшасын тауып шығарғанбыз мұны. Енді жарыққа шығып жатыр мына Майрамына шежірек кітапшасы. Мен қолымда ұстап тұрған. Бұл кітапшада шежіреде айтады. Майрам анамыз бұл судың шығу себебі босанған кезде су болмай қалған екен. Бала жылап шылырды ары бері жүгіріп су іздеп кетіп барады. Әй, артыңа қара деген дауыс келеді. Келіп нәрестесінің қасына қараса, жылы су көкшесінен қайнап шығып жатыр дейді. Ал Майрам анамыздың бұлар әулие атаның себебі, бұлар ислам дінін уағыздап келген пайғамбар жолымен Анкер, Шанти, Майрам ана үш кісі ислам дінін уағыздап бізге уәлилер екен келген. Бұлар келіп көшпелі ол уақытта біздің қазақ тайпасы көшпелі тайпа болып көсем басқарады. Құдай дейсіңдер, сендер. Ол кезде бірден иланасамайды Құдай дегенде. Дейсіңдер біз оған қалай сенеміз деген деп кезде бұлар Аллаға жалбарынып дұға оқиды. Сол дұға оқыған кезде ашық аспаннан бұл үйіріліп келіп жаңбыр жауады, төгіп. Соны халық сендер әулие екенсіңдер деп әулие атап кетеді. Жоқ, біз әулие емеспіз, уәлиміз деген. Әулие деген сөз содан бізге уәлилерден әулие деп мәтін болып қалған екен. Содан бұл жерде бұлар ислам дінін уағыздап жүргенде мынау Кемағалғанда Әулиетас деген жері бар. Сол Әулиетасымыз жаңағы сұрастыра келсек, Әулиетас сол жерде Аллаға мадақ айтып зікір айтып отырады екен. Бұл Әулиетас атауының себебі сол. Ал негізінен сұрастыра келсек, ол үңгірі Нұх пайғамбарымыздың мешіті болған екен. Оны да атап өтеміз. Бұл судың жаңағы Майрамына суының бұны тексерткенде Менделеевтің құрамында 16 элемент бар екен. Ішкі асқазанға, ішкі ағзаларға, әсіресе асқазанға ем, асқазан тазалайды, шай. Жараларға, сыртқы тері ауруларына ем болады. Түсіп ішкен адам өзіне белгі болады. Енді біз Майрам анамыздың барға жоғары қарай біз Сасбастаудан өттік, Майрамға келіп, жоғарыға жаңағы Шоқалаққа шығамыз. Үйметас, Қорымтасқа, сүйерден барып атып өтеміз. Міне біз мынау Майрам ананың жоғары биікте үстіңгі жағында тұрған Майрам ана әулиеден кейінгі екінші келесі Шоқалақ төбесіне келіп тұрмыз.
Бұның бәрін біз шығарып жатқан себебіміз мына осы шоғалақтан кейінгі мына осы тұста көрініп тұр қазір. Қарасаңыз көрінеді, өңгір бар. Сол өңгірге Нұх пайғамбарымыздың келесі осыдан кейінгі зиярат жолы. Мешіті, тұрақ мекен жайы болған. Ары қарай Кемалған көрініп тұр. Міне Кемалған басына шығып зиярат етіп, Тамшыбастаудан кейінгі Ақбураға зиярат етіп, жалғасып кете берген. Қазығұрттың баурайындағы әулиелерді ниетіміз жарыққа шығару. Бұл әулиелердің ел жұртқа, біздің Қазақстан халқымызға, елімізге, мұсылман халқына, ел жұртқа шапағаттан басқа зиян жоқ. Шапағат етіп, біздің береке, молшылық тілейміз. Көп тілесе көлдеп, әулиелерге зиярат етіп, Алладан тілесек, Алла тағаламыз мейір шапағат жасаса, біз көркейіп, өсіп, келешек кейінгі ұрпағымыз өсіп өнсе дейміз. Бұның бәрі біздің бұл ниет етіп, бұның еңбектеніп жүрген себебіміз рухани жаңғыру деп Назарбаев патшамыз да айтты ғой. Рухани жаңғыруымызды осыны айтады. Осы ұмытылып кеткен дәстүрімізді, әулиелі жерлерімізді жарыққа шығарып, көркейтіп, кейінгі ұрпаққа еске алып отыратын, ұмытылып кетпесе деген ниетіміз бұл. Жоғары қарап үлкен жартас көрініп тұр Кемағалғанда. Сол жерде Нұх пайғамбарымыздың тұрақ мешіті болған үңгірі бар. Сол Нұх пайғамбарымыз үңгіріне қарай жалғасады. Ары қарай Кемағалғанда көрініп тұр. Кемағалған қарасаңыздар. Кемағалғанға шығып зиярат етіп, Тамшыбастауға тәу етіп, Ақбураға арғы ылдилап түсіп кетіп, зиярат жолы арғы сорға жалғаса берген. Біз мына Кемағалғанға кеп тұрмыз, Қазығұрт тауы. Нұх пайғамбарымыздың кеме қалған ең құз шыңы мына көрініп тұр алдымызда. Нұх пайғамбарымыз кемесі топан суда жүзіп жүрген кезде аңызда айтылады, негізінен тауда, таста барлығы бір Аллаға бағынады. Барлық таулар асқақтап, біз биікпіз. Нұх пайғамбарымыз кемесі маған бізге тоқтайды деп тұрғанда, Қазығұрт тауы Аллаға жалбарынып жылап тұрған екен дейді. Алла тілегін қабыл алып, Нұх пайғамбар кемесі басына қонған екен деген Кемалған тау, біз мына алдымызда көріп тұрмыз құз. Оның бір дәлелі екінші сатысында Кемалғанның әлі күнге жұрт зиярат етіп жатады, Тамшыбастау деген бар. Тамшыбастау әулие дейді. Көп Кемалған зиярат етушілер келген кезде Тамшыбастауға келіп, бетін жуып, көзін жуып, тәу етіп жатады. Осы күнге дейін зияратқа келеді, Тамшыбастауға келіп тұрады. Ол Қазығұрт тауының Аллаға жалбарынып тұрған кездегі көз жас дәлел белгісі болып қалған. Нұх пайғамбарымыздың кемесі тоқтаған кезде, тоқтағанға дейін 9 айдай жүзген дейді. Сол шамамен табанын жерге Кемағалған басына келіп тіреген кезде шамамен сол 22 наурыз болса керек. Жерге түскен кезде соңғы бәрі қуанып, бұл табанымыз жерге тиді деп, ең соңғы азықтарын қазанға қағып салған кезде 7 түрден азық түскен екен. Соны атала көже қылып қайнатып, барлығы ас қылып ішіп, бұл ұлыстың үлкені болып наурыз көже бізге дейін осы уақытқа дейін бізге үрдіс болып қалып кеткен. Наурыз Қазығұрттан басталады деген сөз содан қалған. Әлі күнге дейін наурыз көжені 22 күн беріп жатамыз. Тағы да бұл Кемағалғанның бұрынғы уақытта құрғақшылық болған кезде бүткіл көз жетер аймақ Кемағалған басына қарайды, жауын шашын болмаса. Басына бұлттан бұлт орап, басына бұлт қонатын болса, Құдай берді, Қазығұрт тауы Кемағалған басына сәлдесін орады, жауын шашын мол болады деп, көз жетер аймақтың бәрі құрғақшылық уақыттарды кезінде үлкен түйе ма, қара мал ма сойып, үлкен ас берер екен. Ол Құраннан Нұх сүресін оқып, Құранда Нұх сүресі бар. Нұх сүресін оқып, бата қылып, ақ мол болсын, береке, Қазығұрт тауынан жауын шашын Қазығұрттан басталады деп, Кемағалған басталады деп, Құран оқытып, бұрынғы уақытта ас беріп отырған. Енді Кемағалғанды айтып өттік, Кемағалғаннан бері қарай шығысқа қарай жүргенде, жерде Әулиетас деген үңгір бар, үлкен жартаста. Ол заманда енді үй жоқ, жай жоқ, бұрынғы уақытта жер төледен, болмаса жартасты қашап, үй жасап, мекен еткен ғой. Біз енді сол белменен Кемағалғаннан былай Әулиетас үңгіріне бара жатырмыз. Ол үңгірді осы уақытқа дейін Әулиетас деп атайды. Негізінен қазірге дейін сол Кемағалғанға келушілер үңгірге де келіп зияратқа кетеді. Бұл үңгірді
Nuh пайғамбарымыздың әрі тұрақ мекен жайы, әрі мешіті болған екен. Қазір соның ішіне барып, белгілерін түсіреміз. Оның ішінде Nuh пайғамбарымыздан қалған таңба белгілер бар. Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Elhamdülillahi Rabbil alamin Rahmanir-Rahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'ûzu birabbil felaq min şerri ma halaq ve min şerri gâsikin izâ vaqab ve min şerri nefsâti fil ukad ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين. Kıvat Kur'an sabahı imam, osu okuyan Kur'an'ımızı savabıyım, koca otkan arayların duaların savabı, okuyan tarev namazının savabı, tutkan orazaların savabı. Öyle adam ata Safiye'la havanımızga Nuh Peygamber aleyhisselam başladı. Solarda osu okuyan Kur'an'ın nurымен nurlandır, şartlandır. Aldı peş, artı keş yetip, Kur'an'dan toza vatan saklar. Allah'dan rahim Peygamber'imize şahrat dolar. Rabbana acidne fiyye hasenatı, ve fil ahirati hasenatı, ve qinna azabandan bir rahmet ya Rabbi. Bizim Navlitas öngürüne kelip duruz, alda birinci müdür. Bu öngürge kredesini kredesini dizin o tepsi tas, tepsi osalım atıl kremiz mi tepsi içine kalır. Kazı bunun içine kirgeni bunun jeti bölümü olan keyin jer silkisinden bağ. O kazı yedi uşak bölmesine kirgeni olan arkadan aralmayız. Бұл жер Nuh пайғамбарымыздың өз қауымымен бірге тұрған тұрақ мекен үй жайы болған. Кезінде уақытысында 7 бөлім болғаннан кейін жер сілкінісі бар. Келе құлап қазір екі ақ бөлмесі қалған. Ары қарай біз кіре алмадық. Ары қарай жол бекіп қалғанда сыдырлаған судың дауысы естіледі. Nuh қауымы, енді біз қазір екінші Nuh пайғамбарымыздың қауымымен бірге намаз оқыған мешітіне барамыз. Бұл мекен жайы тұрған қолдан қашап жасалған жаратылыс осында өзі күмбезге ұқсайды, 7 бөлмелі болған. Біз екі ақ бөлмесінде тұрған. Ары қарай құлап кеткен. Peygamberimizin жатқан орны, тұрақ мекен жайы. Бұл жерде демалып үй жайылған. Жат көрсетіп. Nuh пайғамбарымыз.
демалатын жайы. Алланың сыйы бұл өңірдің ішінде өзі ішетін ауыз таза су болған. Судың дауысы естілді астыңғы бөлмеден. Біз бірақ бара алмадық. Жол биік бар. Есіктің аузы. Нұқбай ағамыздың үңгірі мешіт мекен жайы болған үңгірдің алдына келіп тұрмыз, кіріп бара жатырмыз. Нұқбай ағамыздың мешітіне кіріп тұрмыз, мына төбесіне қарасаңыз күмбез төбесі тастан қолдан жасалған. Нұқбай ағамыздың саусақ қол таңбасы қалған таста белгі болды. Бұл белгі ретінде қалдырған бұрынғы уақытта алғашқы қауым кезінде олар өте денелі алып болған ғой. Мен қазір саусағымды қоям, мен саусағым кішкентай оның қасынан. Бармақ, бес саусақтың көрініп тұр. Мен қолымның қасында кішкентай қол тұр саусақтарым. Таңбасы белгі ретінде қалдырылғанда тастан қойған кезде ойып қалған. Осы уақытқа дейін белгі ретінде сақталып тұр. Нұқбай ағамыз мешітте болған жер намаз оқыған қауыммен бірге. Шыға берсін, Нұқбай ағамыз мешіттің шыға берсінде Алла деген таста ойып жазылған белгісі қанымда Алла. Таста ойып жазылып қойылған. Шыға берсін, мешіттің намаз оқыған жер. Нұқбай ағамыз алғаш кеме 9 айда жүзген ғой, су бетінде, су қашан жерге сіңіп отырған шығар. Сол кезде барлық таулар сақтап, біз биікпіз. Нұх пайғамбар кемесі бізге тоқтайды деп тұрғанда, Қазығұрт тауы Аллаға жалбарып тұрған екен дейді, жылап. Ол белгісі кеме алғанның астында тамшы бастау деген бар, сол әр күнге дейін белгі болып қалған. Тамып тұрады, көз жасы шығып тастады, су. Соны Нұх пайғамбарымыз кемесі жерге тоқтаған кезде, ол кезде үй жай болмаған, жұрттың бәрінің қаттары, азықтары таусылып кемеде. Түскен кезде қаттарын түпін қағады. Сонда 7 түрлі азық қазанға түсіріп, бәрі қосып қайнатқан кезде атала көже болады. Сол көжені, атала көжені қайнатып, біздің аман есен табанымыз жерге тиді. Ұлыстың ұлы күні болды бұл. Наурыз көже мүсіліп, Наурыз көже содан бері қарай бізге мұсылман қауымына бүткіл үрдіс болып қалған екен. Әлгінгі Наурыз көже өткіземіз 22 Наурызда. Нұх пайғамбарымыз кемесі тоқтапқан кезде ол бір жерде қалып кетпеген екен. Қауым түскеннен кейін ол алып кеме оны ұстап тұра алмайды ғой. Ол су шайып қай жаққа ағып кеткенін ешкім білмейді анық. Сумен бірге толқынмен жылжып кеткенде өздері түсіп қалған жан бар адамзат бәрі. Содан жерге түскенде 22 Наурыз болса керек Нұх пайғамбарымыздың тоқтаған күні. Бірақ енді анығын Алла біледі. Мына екінші жағын түсірдік, ол жерде 7 бөлім болған, біз қазір 2-3 бөлмесіне кірдік, арай құлап кеткен, арайға бара алмадық. Ол жерде ол уақытта жаңағы үй жоқ, жай жоқ, алғашқы кезде жаңағы тастан қашап үй жасап, жертөле қылып, сөйтіп қалып, Нұх қауымы сөйтіп тұра мекен еткен жайлар бұл жер. Мына жерде тастан мен мына орын Нұх пайғамбарымыздың мен берін отырып көрсетіп жатырмын. Тастан кепкішекпен қашалып жасалған жері.
мына мен отырып көрсетіп жатқан орын Нух пайғамбарымызға Алладан хабар жеткізіп жатқан періште түскен орын деп аталады, аңызда айтылады. Жасырып өтіп жатыр бастан